Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұршан бұл. Бүгінгі видеода медовый торттың жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен, егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаны басып, жаңадан шыққан видеолармен таныса отырыңыздар. Менің каналымда сіздерге арналған тіске басарлар, десерттер мен салаттардың рецептісі бар. Медовый торттың барлық адам жақсы көреді. Енді осы тортты менімен бірге жасауларыңызды ұсынамын. Тортымыз үшін 100 грамм сары майымыз керек. Оны темір ыдысымызға салып ерітіп аламыз. Еріген майымыздың үстінен 160 грамм қант саламыз. Барлығын араластырамыз. Қантымыз еріген уақытысында оның үстіне 80 грамм бал қосамыз. Балымызды толық ерітіп аламыз. Барлық еріген уақытысында газымызды өшіреміз және үстіне 1 қасық сода саламыз. Содамызды салғаннан кейін біздің массамыз көбіреді және 2 есеге ұлғайып көбейеді. Барлығын суытып алғаннан кейін үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Барлығын толық араластырып аламыз. Және осы массамыздың үстіне 400 грамм ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын, эластичный қамыр илейтін боламыз. Енді ұнның салмағына байланысты 400 граммнан аз не көп те ұн кетуі мүмкін. Бірақтында сіздер қамырларыңыз қатты қылып қоймаңыздар. Жұмсақ қамыр болуы керек. Қамырларымыздың барлығын илеп аламыз және де оның июін қандырып болғаннан кейін салафанға салып қоямыз. Тоңазытқышқа жарты сағат немесе 1 сағатқа қоя тұрамыз. Қамырларымыз тынығып болғаннан кейін оны кесіп дайындаймыз. Теңдей 10 бөлікке бөлдім және осы теңдей бөлінген қамырларымды мен жаюға кірісемін. Алдымен біз пергаментімізді аламыз. Оның үстіне ұн себеміз және қамырымызды қойып, осылай оқтауымыздың көмегімен жұқалап жайып шығамыз. Барынша жұқалап жайғандарыңыз дұрысырақ. Себебі ол содаға иленгендіктен ол духовкада міндетті түрде көтеріледі. Жұқалап жайылған қамырларымыздың енді дөңгелек етіп формасын жасайтын боламыз. Ол үшін 16 сантиметрлік тарелкамды алып осы қамырдың үстіне қоямын және артық қамырларымды кесіп алып тастаймын. Мен ол қамырларды пісірмеймін, оларды қайта жиыстырып, келесі қамырыма араластырып жіберемін. Дөңгеленген қамырларымды вилка немесе пышақтың көмегімен кесіп шығамын. Және 180 градус пеште пісіріп шығамын. Жұқа қамыр болғандықтан 2-3 минутта пісіп шығады. Енді кремге кірісемін. 500 грамм сливкемізді алып миксерлейміз. Оның үстінен 50 грамм қант ұнтағын және 2-3 қасық қаймақ саламын. Бисквитіміздің жинақтауға кірісеміз. Алдымен подножкамыздың үстіне крем жағамын және оның үстіне коржымызды саламын. 2-3 қасық кремімізді саламыз да тегістеп шығамыз. Оның үстіне келесі коржымызды саламыз. Осылай корж бен кремді араластыра отырып, тортымызды жинап шығамыз. Тортымызды жинап болғаннан кейін енді оның сыртын қаптап шығатын боламыз. Қалған кремімізді торттың бетіне саламыз да осылай шпательдің көмегімен тегістеп жайып шығамыз. Лопатканың көмегімен жан-жағына кремдерімізді жағып шығамыз. Толық креммен оралуы керек. Тегістеп дайындалған тортымызды енді безендіруге кірісеміз. Мен тортты безендіру үшін печеньяларды алдым. 4-5 ай печеньяны аламын және де осылай салафанға салып, оларды үгітіп шығамын. Қолымызбен бастапқы уақытысында бөліп аламыз. Кейін осылай оқтаудың көмегімен үстінен жүріп өтеміз де осылай езіп шығамыз. Толық езілген печеньяларымызды енді тортымыздың бетіне себеміз. Алдымен кальцоны тура торттың ортасына қоямыз және де оның жан-жағының барлығына печеньямыздың ұнтағын сеуіп шығамыз. Бұлай печеньямен сіздердің безендірулеріңіз міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша фруктылар мен шоколадтарменен
безендіріп жесеңіздер де болады. Немесе жай ғана ешқандай безендірусіз осылай ақ күйінде креммен жей берсеңіздер де өте дәмді торт. Енді медовый торты болғандықтан оны осылай сыртының барлығын печенье ұнтағымен орап шықтық. Жылдам дайындалады, өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан қолдарыңыздан шығатынына мен сенімдімін. Ингредиенттер оңай, баршаңызға ас болсын.